Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін тәтті қытырлақ вафли дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, сары май, ұн қажет. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырамыз. Қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Миксермен немесе венчикпен араластыруға болады. Мен венчикпен араластырып жатырмын. Сары майды алдын ала микроволновкаға ертіп алдым. Үстіне құямыз. Араластырамыз. Аз-аздан ұн салып отырып араластырамыз. Қатты сұйық емес, қатты қою емес. Консистенциясы осындай болу керек. Қызып тұрған вафельницаға бір қасықтай құямыз. Вафлидің оралуы өз қалауларыңыз бойынша трубочка ретінде орасаңыздар болады. Мен өзім гүл ретінде орадым. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.